жолында жүрген Алакөлге жол тарттық. Қазақстанның таңғажайып көлдерінің бірі. Керемет емдік қасиеттермен танымал Алакөлге Өскеменнен ұшақ, поезд, автобус және жеңіл көлікпен жетуге болады. Ал мен кешкі сағат 18:00-дегі автобуспен жолға шықтым. Осылай Үржарға жетіп, ары қарай көлікпен бардым. Біз міне қазір Алакөл көліне келдік. Біріншіден келген туристі ең алдымен мына турист инфо орталығы қарсы алады. Мұнда кіріп ақпарат біле аламыз. Кіріп көрейік. Алакөл жағалауына келген туристерге жан-жақты қызмет көрсетеміз. Толық ақпарат ұсынамыз. Бұл подта арнайы турист KZ сайты орналастырылған. Бұл турист KZ сайтында біз Алакөл жағалауындағы барлық демалыс үйлерін онлайн режимде броньдау арқылы кез келген демалыс үйін онлайн режимде броньдай аламыз. Сондай-ақ орталықта Алакөлдің картасын көре аласыз. Мұнда да барлық демалыс үйлер, тамақтанатын орындар көрсетілген. Ақпарат пен кеңістің бәрі тегін беріледі. Барлық мәліметті мемлекеттік орыс және ағылшын тілдерінде алуға болады. Тәулік бойы қызмет көрсетеді. Орталықтан керек ақпаратты алдық, енді жағалауға қарай беттейік. Арбатты бойлап кетіп барамыз. Бірнеше жылда жасалған жұмыстың нәтижесі. Құрғақ бұрқақ пен гүлзарлар, түрлі пішіндегі сәулет құрылыстары мен орындықтар орнатылған. Керемет әдемі. Біз қазір Алакөлдің жағасында жүрміз. Ауа райына байланысты толқындар тым қатты болып тұр түскенге. Жалпы Алакөлге келген кезде сіздер осындай қайықтарды жалға алып, көлде жүзіп қайтуға болады. Жүзіп, анау жердегі су әзерге суық болғанмен де Алакөлге келіп тұрып түспей қайтқан дұрыс болмас деп ойладық. Мұндағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқылаумен араласып, жағасындағы адамға жағымды әсер береді. Көл суы минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан, оның денсаулыққа пайдасы көп. Биылғы демалыс маусымы бастала салысымен көл жағалауындағы тіршілік қыза түседі. Көлдің қасиетті суына шомылу үшін жолдың қиындығына қарамастан алыс, жақын шетелдерден де көптеп келіп жатады. Былтыр мұнда 600 мыңға жуық демалушылар келсе, биыл миллионнан асады деп күтілуде. Кешкі Алакөлдің табиғаты мүлден басқа. Бұнда салқын самалды жел, түнгі әсем арбат, кешкісін адамдар демалушылар бұнда серуендеп, және мынандай әткеншектерде тербеліп, ана жақта спорттық алаң бар, онда жүгіріп, дайындалып, денелерін шынықтыра алады. Біз қазір арбаттың бойымен келе жатып, мына жақтан бір музыканың дауысын естіп жатырмыз. Дискотека болып жатқан сияқты, барып көрейік. Кетті, бәрін таста. Кетті, бәрін таста. Кетті, бәрін таста. Аз күндік сапарымыздың ең әсерлі тұсы жауған жаңбыр мен соққан желден көлдің буырқанып толқындаған көрінісі болды. Қазақстанымыздың табиғатын әрқашан көрсетіп, насихаттап жүрейік. Жазғы демалыстарыңызда міндетті түрде Алакөлге келіңіздер.